Жұмыс жөнінде хабарласып тұр едім. Қанша төлейсіздер? Болды, істеймін онда. Беконай, неғып тұрсың? Жусай ма атыстарды? Мен жуан ба? Мен ысая жуан деп келіскен жоқпын. Официант болам деген. Енді? Енді болғанда сол. Анда-санда келе ма десем машина. Сұмдық қой мынау күніне 250 машина. Грузчик болып 2 сағатта тауып аламын ғой мен мұндай ақшаны. Сен неден мыңғырлап жүрсің? Бергеші бер. Бергенің не сеніңе? Короче, басты ауыртпа. Істемеймін дедім ба, істемеймін. Жинап ал мына жұмысыңды. Тек бетіне айтып тастағансың ғой. Білесіңдер ғой, тух деген жетеді ғой менде. Сен маған бірдеңе дедің ба? Ау? Сен маған бірдеңе деп тұрсың ба? Жоқ. Бергеші бер. Сен қалай өз? Түріңе қарасам бір жұмыстан шаршап жүрген сияқтысың ғой сен? Жоқ, шаршап жүрген жоқпын. Давай сен былай жасашы. Ертең сменшің келеді, сосын жұмысқа шықпай қой, а? Жарайды. Беконай қалайсың? Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз? Жақсы ауылдам. Айтқандай нағасың, жұмыс таптың ба? Жұмыс таптым, мына заправка кіргем. Айлық аз жұмыстан шығам ау деймін. Сен айлық аз деп жүре бермей, бастапсың талғатқа бармайсың ба? Қай талғат? Анау әрді кімей сапардың баласы. Ерназаров па? Ол не істейді? Оның қазір үлкен компаниялар ашып көтеріліп кетті ғой. Ол қалай көтеріліп кеткен, әкесі шофер емес пе еді оның? Ана ауылдағылардан естіп жатырмын. Қайын жұрты мықты екен ғой. Сол жақ көтеріліп. Қайын жұрты ма? Нема? Нөмірі бар ма тақоның? Ауылда жұмыс жүргеннің бәрінде бар о тақоның нөмірі. Алло? Алло, Тақо? Кім бұл? Мен ғой Беконай. Беконай? Ахмет, Бекзат, Бұғыласы, Камил апай. Беконай. Қалайсың? Болды, қалдырып кете бер. Жақсы, өзің қалайсың, досым? Жақсы, шүкір. Не жаңалық? Сол досымның Қолын ап кетейін деп хабарласып тұрмын ғой. Онда кесе офиске. Болды. Не, местоположение жібере салшы WhatsApp-қа. Жарайды. Жақсы. Болды. Қалай?